Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай әп-әдемі сүт тоғыз тортын жасайтын боламыз. Ең алдыменен 4 жұмыртқамызға қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды қосып, екеуі біркелкі масса болғанға дейін, әппақ болып көпіргенге дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін ерітілген ыстық емес сары майымызды қосып, тағы да бір миксерлеп жібереміз. Кейін ұнымызға 18 грамм разрыхлителдің бәрін қосып, сұйық массамызға електен өткізіп, осылай тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Біркелкі масса шықты. Мен пергамент қағазына диаметрі 20 сантиметр болатын шеңбер сызып алдым. Осы 22 сантиметрлік диаметрге 2 ас қасықтан сұйық массамызды салып, жан-жағына шығып кетпейтіндей етіп жағып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 5-6 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін сливкиге сгущенкамызды, сахарная пудрамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Дәл осындай масса шығу керек. Одан кейін тортымызды жинап бастаймыз. Әр корждың үстіне 2 ас қасық кремін салып, барлығын жинап шығамыз. Тортыңызды кешке немесе түнге қарай жасаған абзалырақ. Таңға дейін тортыңызға кремі сіңіп, әдемі болып тұрады. Бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке жібереміз. Енді кремнің сыртын дайындаймыз. Обтяжка, яғни творожный сырға сахарная пудрамыз саламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Сары майыңыз өте сапалы болуы керек. 82,5% сары майды алыңыздар. Енді тортымызды холодильниктен шығарып, сыртын тегістеуге көшеміз. Жан-жағының барлығын бір рет осындай лопаткамен жинап шығамыз кремдерін. Обтяжка кремімізді кондитер мешокқа салып, осылай торттың жан-жағына жағып, лопатканың көмегімен бетін тегістеп шығамыз. Әсемдеу өз қалауыңыз бойынша. Егер де ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтыншаш.